Нұраға арғысын айтпай-ақ қояйық, мына бергі 70 жылда революциядан соңғы, төңкерістен соңғы 70 жылда жалпы өнеріміздің дамығанымен, шаруашылығымыздың өркендегенімен былай ойлап, саналы түрде ойлап қарасақ, біз вакуумда өмір кешкен тәріздіміз. Ол кәдімгі мынау аквариумдегі балық сияқты. Ішінде өзіміздің өмірімізді сүріп, сыртқа анау дүниежүзілік аренаға шыға алмадық. Шетелдік инвестицияның келуі, банк күретөмірлерінің дамуы бұл бір жаңалық тәрізді. Біз үшін сол аквариумнан, жаңағы вакуумнан шыққан бір жаңалық, өмірге қанат қаққан бір жаңа бір балапан тәріздіміз. Ал енді осының өз үлкен жұмыс қазіргі саясатымыздағы. Сіз өнер адамы ретінде мынау халқыңызға осы экономикалық даму тұрғысынан не айтар едіңіз? Жарғын енді бұлай дүниені көрген баласын, музыка жағынан да, өмір жағынан да, мына қазіргі егемендіктің жағдайында терең түсінетін баласын, бірақ мұның бір үлкен бір себептері бар. Егемендік алу деген оңайға тиген жоқ. Біріншіден 70 жыл деп отырмыз. 70 жылдың ішінде біз не көрмедік? Рас, білім алдық. Қай жағынан болмасын. Барлық салалардан білім алдық. Мына Қыз жібек фильмінде айтады ғой. Анау Алтайдан бастап Еділге дейін ұлан байтақ жеріміз бар. Сол жерге сыймай жүрген жоқ, біз сыйса алмай жүрміз дейді. Демек, қазақ халқының өзі 8 миллион болса, бір кезде 14 миллион болған екен. Біздің өткен ғасырларда сонау хандық замандарынан жеткен төл өнеріміз, оның ішіндегі ән, күй, терме, жыраулық өнер деген тәрізді жанрлар толып жатыр ғой. Осыларға 60 жыл бұрын, яғни 25-30 жылдардың маңында европалық үлгідегі симфония, оратория, опера деген жанр біте қайнасып, тіпті астасып кетті. Міне осының өзі біздің атадан жалғасқан қазақ музыка өнеріне әсер еткен жоқ па? Біз қазақ халқының өзін қайдан шығудан бастар керек. Қай халық болмасын, өзі туғаннан бер қарата өлең айтпай, немесе ән айтпай, немесе музыка аспаптарын ойнамай келген жоқ. Бәрі де әрқайсының өзінің елінің, өзінің жұртының музыкалық өнеріне қарай өрнектей білді. 34 жыл өзі бір тарихи жыл. Сол жылы 6 қараша күні ноябрьде Әміре қайтыс болыпты, анау газеттерде жазылыпты. Оның үстіне 7 қараша күні, 7 ноябрь күні қазақтың тұңғыш операсы Қыз жібек болған екен. Мен Әміреде әншіні әлі естіп көргем жоқпын. Әміре біздің үйде мынау, қазіргі екінші вокзал базарының түбінде біздің үй әлі тұр. Әлі бұзылған жоқ. Пиво сататын жердің жанында. Не суреті бар үйде. Сонда Жамбылдан бастап, Үмбетар Кәрібаевтан бастап, Кенен Әзірбаевтан бастап, Шашубайдан бастап, бүгін мына жақтағы арқаның ақындары, мына жақтағы алғы мына гармонмен, мен шешем гармонмен тартатын гармон осында тұр, шешемнің гармоны. Ән айтатын. Менің әкем домбырашы болатын. Сонда барлығы біздің үйде жиналып отырып, сонда мен Жандосовты да көрдім. Ілияс ағаны да көрдім.
Сәкен ағаны да көрдім. Темірбек ағаны да көрдім. Мен көрмеген адамдарым аз. Осының бәрі көз алдымда қазір. Сонда сол күнде келіп тұратын. Күнде айтыс, күнде той сияқты біздің үй. Сол слет басталғаннан өзі бірнеше күн болды. Ал енді соның ішінде бір айта кететін зат, әміренің қалай қайтысу. Қарашаның 6 күні қайтыс болғанда, қарашаның 4 күні кімді әмірені қонақ шақырып алып кетті мына. Мына жердегі не дейді? Тастаққа бір жерге. Осылай айтып жүр. Со тастақта, со жерде ол кезде әлгі не қыстың күні ғой, қатты суық болған, сол қайтыс болып кетті. Бұл ona sütke katsanmay kaldı. Al endi әмірені көрсеңіз өзіңіз. Былай отырғанда жабай адам сияқты, керемет сұлушаң, ақбаша келген адам, мұрты бар, өзі жеңіл адам емес. Былай жақсы сөйлей білетін, оны соң ән айтқан кезде, енді өзін ұмытып кетеді. Мынау жері былай қарата өсіп, мына мойны қайсы, басы қайсы екенін білмейсің, бірігіп кететін. Соны шырқаған кезде оғыз тұрып алатын. Ағаш аяқта мысалы. Ағаш аяқта айтқан кезде. Біздің қазір солистер екі тактын ұстай алмайды. Демел алмайды. Аңғылдап зорға бітіреді, ән айтса. Мен таңғалғаным сосын сөздері анық қой. Ал ондай әншілер туа бере ме? Нұраға үлкен рахмет әңгімеңізге. Иншалла, мынау сізге де зор денсаулық беріп, және мынау келе жатқан 70 жылдық тойыңызды аталайын деп жатқан халқыңыздың ортасында бірге қызығын көріңіз.